Так, бәріңе сәлем достар, сендермен бірге бұл мен Бека достар, өшім қалайсыңдар достар. Мен новый ауылға көшіп келе жатырмын. Сендерге видеоны лайктарын басып ана тіркеліп отырыңдар. Енді ё-моё тамақ бөткіліп бітіп қалды достар ше. Енді білмеймін, енді басқа амал жоқ. Алдыңғы деревнядан мені қуып жіберді ғой достар. Не үшін екенін білмеймін. Барды да мені қуып жібере салды ғой, ё-моё. Сәл обидно ғой, дұрыс па достар. Мен сөйтіп сәл не болды да ше. Енді кетем деп, тек өзімнің заттарымды алдым да, тек диванымды алдым, сосын нан алған ем, ол нандарын бәрін жеп қойдым. Енді деревня таппай қиналып кеттім ғой. Так достар, енді вообще мына овецтер жеп қойғым келіп жатыр ше. Маған достар, деревня келді ғой, деревня шықты. Бұлар мен алам екен. Так достар, мені алса екен ше. Енді бос үй бар ма екен бұларда? Енді кішкентай балдар жүрген қараңдар достар. Ана жақта фермерлер жүр, кетіп сұрайықшы бұлардан, қай жақта деревня бар, бұл жақтың әкімі қай жақта екен? Сол әкіммен барып, қалайсың? Маған әкім керек еді, әкімнің үйі қай жақта? Осы жаққа көшіп келейін деп жатыр едім да. Сен білмейсің ба әкімнің үйін қай жақта екенін? Неғып сөйлемейсің сен? Ана сөйлемейді ол жігіттер. Кетіп мынадан сұрайықшы, мынадан сұрайықшы. Қалайсың? Әкімнің үйі қай жақта? Әкімнің үйі осы жаққа көшіп келейін деген ғой. Мана голем ба? Ұрма. Мені бөтен адам деп мен ұрмақшы ғой достар. Анау да кетіп қалды. Немене бәле? Барлығы кетіп қала беріп жатыр. Мына достар, мына әдемі екен ғой. Әкімнің үйі походу солау деймін да, тағы бір жителден сұрап көрейінші екен. Мына жителдер көп жүр екен ғой. Ё-моё, айтпесе деген қиналып кеттік қой. Жителдер, қалайсыңдар? Мен осы жаққа көшіп келейін деп жатқан ем. Әкімнің үйі қай жақта айтып жібересіңдер ма? Ар жақта дейсіңдер ма? От души әкімнің үйі, от души бар емес па? Все, болды, түсіндім. Әкімнің үйі мына жақта екен ғой жігіттер. Мен вообще туй бір жәндегі әдемі үй деп тұрған осы үй екен ғой, әкімнің үйі. Үйде біреу бар ма? Так, біреумен сөйлесіп жатыр екен ғой әкім. Әкім мырза, кірсем бола ма сізге? Не болды? Бергел, кіре бер. Есті жаба салайын. Ассалаумағалейкум әкім мырза. Мен осы жаққа көшіп келсем ба деп ойлаған едім. Маған үй бере аласыздар ма? Өтініш сіздерден. Көш келсем ба демедім дейсің ба? Бұл жақта бірақ ана жерде разбойниктардың зданиясы бар. Сен олардан қорықпайсың ба? Қай жақта зданиясы бар дейсіз? Ё-моё, мен бірақ қылыштаса аламын, мен қылыштасуды жақсы білем. Кіріп барып, есе бізге шабуыл жасап атса, ар жақта үлкен голем мырза бар екен. Сол голем мырза екеуміз оларды өлтіріп тастаймыз ғой. Болды. Артыңда үлкен үш этажды үй бар, соның үстіне шығып көрші бар. Барды көр. Сояқта нені көресің? Сол разбойниктардың базасын көресің. Болды, әкім мырза, рахмет сізге. Так, жігіттер, ё-моё, қай жақта дейді? Мынау деймін, үш этажды здания, барып көрейік кәні. Бүткілі қорқамай разбойниктардан. Так, ана голем мырзамыз біреуізі жеңе алмайды ау деймін да, Так, қай жақта екен ол? Так, вообще көрмейді, мен мына жақтан келдім. Так, ё-моё, ән екен ғой достар, жап-жағын жер ғой. Енді маған қылыш алып, осы жақты қорғауым керекпін. Шабуыл жасап қалса да бәле ғой, дұрыс па? Мына голем мырза біреусі күш жетпейді ау деймін. Болды, барып көрейік достар енді. Қалай ойлайсыңдар, мені не істейм екен? Так, барып. Так, голем мырза. Ойбай, үйге кіріп кеттім қайтадан. Ассалаумағалейкум голем мырза, қалайсыздар? Ана жақта разбойниктар несі бар екен? Сол, бізге кеп қалса екеуміз қорғайтын боламыз осы ауыл. Жарай ма? Мынау даже маған сөйлеген де жоқ қой. Сөйлеп жақтыртпайды ау деймін да, Қарным ашып жатыр. Әкім мырза, мен ана көрдім. Енді маған бәрі, мен осы жақты қорғаймын до конца, әкім мырза. Мынау кетіп қалған дейсіз, әкім мырза. Ё-моё, әкім мырза десе, әкім екенсің ғой таза. Қаланы аралауға келдің ба? Так, маған нені көрсейін деп жатсыз ба, әкім мырза? Ё-моё, үстіне шығып кетті ғой ауылда. Так, әкім мырза, мен деген қай жаққа барып тұрсам болады? Әкім мырза деймін. Неғып маған үйтіп, Так. Сен көрдің ба? Осы жаққа қонасың ба? Болды, тұрсаң тұра бер. Ана саған кузнецаны саған бердім. Ема достарына кузнеца маған бердің дей ма не?
базар жоқ. Осы кузница енді менің кузницам, мынау менің үйім болады екен, достар. Так, бұның ішінде не бар екен? Ё-моё, 7 обсидиан. Бұны біреу алып кететін шығар, қалай ойлайсыздар, достар? Бірақ енді примерно болып, уже өзің саған бердім деді ғой, значит, ол заттың бәрі менікі деген сөз, дұрыс па? Все, достар. В общем, осы жерге кровать қоямыз да. Все, по идее, әдемі болып тұр. Мына сундуктарымыз осы жерде тұра берсін. Печкаларды не жаққа келіп қойсам, әлде печкалар сыртта тұра берсін ба? Жоқ, сөйтіп тұра берсін, жігіттер. В общем, міне осы деревняға, короче, біз тұратын боламыз енді, короче. Барып енді бір аралап қайтайық та, адамдар қандай екен. Так, достар, мынау қандай үй? Так, достар, кеттік барып ана разбойниктардың үйлерін қарап қайтамыз ба? Давайте барып разбойниктардың үйлерін қарап қайтайық. Олар может бүгін ба ертең ба келіп қалуы мүмкін ғой. Сол үшін жайлап барып көруіміз керек. Мен вообще дайын емеспін ғой, бар емес па? Олардың несіне, есе олар бізге шабуыл жасап қалса, қиын болады бізге. Мен еще жұмыс тапқан жоқпын, қазір жұмыс істейтін боламыз. Міне достар, разбойниктардың. Міне достар, разбойниктардың үйлеріне келдік. Жаймен жүрейік, жаймен. Мен вообще разбойниктарды көріп тұрған жоқпын ше. А чолар, походу бір жаққа кетті ау деймін да, я. Қазір жақындап қарап көрейік. Так, жақындап қарап көрейік. Міне жүр ғой біреу. Ойбай, қашып көріп қойды анау мен. Қашып, достар, қаштым. Ё-моё, анау мен қалай көріп қойды? Жүгіріп келе жатыр, достар. Қаш. Мынау не болмай кетті. Қаттырақ жүгір, қаттырақ жүгір. Енді достар, мен қардың ашып жатқандықтан түк көрмей тұрмын да, сол үшін. Ойбай, анау мені қуалап бара тұр ғой. Сумен қашып кетейік, сумен. Енді мен суда жүзе алмай жатырмын ғой, достар. Суда мен қатты жүзе алмаймын да ше. Сол үшін кешірім сұраймын. Еще қарнымды ашып жатқан соң дұрыстап жүзе алмаймын мен суда. Қалып кетті сол жақта. Біз қашық үйімізге барып кіріп ұйықтайық. Түн болды ғой уже. Ертең барып жұмыс қарастыратын боламыз. Кімнен сұраймыз? Әкім мырзадан. Жұмыс бар ма екен деп ше бізге арнап. Так. Анау қалды ма артта? Сол қала берсін. Ё-моё, достар. Ё-моё, чүт қалды ғой, ұсталып қалуға да. Мә, бүткіл ұйықтап жатыр ма үйлеріне кіріп. Кет, әкім мырзаға барып көрейік. Әкім мырза, есік неге ашық, достар? Әкім мырза ұйықтап жатыр екен ғой. Есік жауып қояйық. Әкім мырза. Так, басыңыз ауырып жүрді ма? Кешірім сұраймын, әкім мырза. Әкім мырза, тұрсай, әкім мырза. Әкім мырза, мен осы неге қандай жұмыс істесем болады? Балам, сен баршы, мен басымды ауыртып жүрдік. Ертең сөйлесейікші, ертең бар үйге барып ұйықта. Сөз жарайды, әкім мырза. Кешірім сұраймын сенен, әкім мырза. Ё-моё, достар, ұят болып қалды ғой. Әкім мырзаның миын ашып жүріппіз ғой. Мә, достар. Құра бар, мен жатам, кет баран жаққа бар. Кет, құр сен. Мынау вообще офигевшілер ғой деймін да, я? Құры бар, мен әкім мырзадан сұрақ қойған бұл жақта. Кет барар қарай. Бұл енді менің үйім. Қарасайшы тура. Кіріп алғандарын айтамын да, достар. Так, болды, кеттік әкім мырза несіне барайық. Так, әкім мырза тұрып беген не құсаған? Көріп келейікші барып. Жайлап терезесінен қарайық. Кәмен көріп қойса қиын болайын деп тұр ғой. Достар, что-то әкім мырза үйінде емес сияқты ғой да. Есігін жаппай деген да әкім мырза да. Кетік әкім мырзаның бай үстіңгі этажын көріп қайтайықшы. Мына балконы ғой деймін да, я. Былай, әкім мырзадан дұрыстап істемеген ғой деймін да. Так, достар, кетік әкім мырзадан барып жұмыс сұрайық. Жұмыс керек бізге, жұмыс керек. Әкім мырза, қаяқтасың сен? Так, ол емес, так. Мынадан сұрақ көрейік. Фермерсің ба, бұл кім? Ё-моё, мен новенький деп ешкім жақтырпай тұр ғой деймін да. Бұл әкім мырза емес екен ғой. Мә, достар, әкім мырза қайда кетіп қалған? Походу басқа ауылға кетті ғой деймін да. Сөйтіп енді ертең либо бүгін кешке келген соң сұрап алу керек әкім мырзадан. Так. Мына фермерден енді сұрайыншы, кішкене тамақ, қарным ашып жатыр. Фермер. Фермер, қарным ашып жатыр, маған тамақ бере аласың ба, өтініш? Тамақ берші маған. Мен бұл ауылға енді көшіп келдім да. Тамақ берші маған. Қай үйге апарасың ба? Мынадан қазып алып жіберейін ба? Фермер, сен сатасың ба не? Фермер, пожалуйста, қараш, күтші мені. Күтсейші, фермер. Мынау деген маған сөйлемейді ғой, тегі де тура бір. Смотри на меня.
ана есік ашық тұрған үйді көріп тұрсың ба? Сол үйге бар, сол үйде тамақ бар, сундуқты ашып, сол жерден бір-екіден алып жеп ал. Бүгін новенький болсаң, либо саған жұмыс берейін ба? Менде жұмыс деген көп. Айт маған, мен саған жұмыс берем, өзім тауып берем саған жұмыс. Все болды. Саған сендім ғой. Ема, рахмет тамаққа. Мә, достар, бізге тамақ берейін деп жатыр ғой. Так, анау бөпен қараңдаршы. Мына үйде деді ма? Картошка бар екен. Давайте, достар. Қанша осынша бір алма салайыншы. Ема, изумрудын. Бірақ біз ұрламаймыз, себебі бұл бізге көмектесіп жатыр. Так что біз соған рахмет айтатын боламыз, короче, достар, иә. Так, достар. Не болып кетті мынау? Қарным тоймай кетті ғой, достар. Ё-майо. Алма жесек тоям екен дей. Ой, бля, сәл болсын. Жан кірді ау, достар, жан кірді. Все, мен мына үйге кірейін да, енді ұйықтайын енді. Енді, достар, в общем, мен енді новый ауылға келдім да. Так, достар, енді мен новый ауылға келдім, сол үшін, короче, енді скоро осы жақта тұрып анау маған, жаңағыдегі житель маған жұмыс берем деді, соған барып енді жұмыс етіп боламыз, достар. Кішкене ақша жинап, алмазный меч сондайлар сатып алып, ана разбойниктармен төбелесетін боламыз. Давайте, достар, осы видеоға барынша лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңдер. Ондай болса, достар, всем пока-пока.